Мен аты жөнім Өмірзақов Ермек Рысбекұлы. Осы Казгүл шаруашылығының директоры болып келеміз. 2010 жылы Мамай ауылына 2000 бас қарамал Солтүстік Америкадан осы жерге алып келгенбіз. Осы 10 жылда біздің аналық бас қарамалдар 4000-ға жетті. Оның 65% ангус тұқымды. Ангус ол Қазақстан жеріне ең бірінші келген кезде ол жаңа тұқым болып саналды, ешкім оны білмеді. Бірақ осы 10 жылдың ішінде біз оның өзінің жақсы жақтарын көп байқадық. Ол біріншіден тез туып, тез өсуі және тез салмақ жинауы. Мінекей сіз көріп жатқандай, бүгінгі түстен кейінгі асы, мына жерде көріп жатсыздар, жүгеріден жасалған силос, шөп, арпа бөлтілген. Бұлардың тірі салмақтарын біз 360 кг тайшалар және 400 кг бұқаларды осындай салмаққа жеткіземіз. Бізде Мамай ауылында 3 репродуктор бар. Оның ішінде 2 репродукторда маточный поголовьяны ұстаймыз. Онда в основном приплод солармен жұмыс істелінеді, а 3 репродукторда чисто молоднякпен жұмыс істейміз. Бізде пастбища репродукторда 40 000 гектар жер бар. Оның ішінде 17-18 клеткаға бөлінген қоршаланған клеткалар. Бұлардың осы климатқа, жем шөпке және осы аймаққа өте жақсы иемделгендіктен бұлар қазіргі таңда ең Қазақстан нарығына және Қазақстан шаруашылығына ең жақсы мал деп саналады. Себебі олар 10 жылда олар әртүрлі осы елдегі болған ауруларға емделіп, жем шөп, ауа райының суықтығына және осы қараша айында -15-тен басталады және қысты күні қаңтар айында 35-40 градусқа дейін жететін күндер болған. Соған жақсы емделіп, осы нарыққа дайындалған мал деп саналады. Барлықтарыңызға мәлім, биыл ангус палатасы бойынша біздің осы ангус саны 100 000-ға жетті. Мен ойымша біздің жоғарыда болатын мақсаттарымыз орындалып, Қазақстанда болашақта ангус саны өте көп болады деп санаймын.